оқушылар, біз бүгін арнайы 5 және 6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың мектепшілік кезеңін өткізгелі отырмыз. Біз қай сыныппыз? 5-ші сыныппыз. Ендеше қазір біз арнайы келген тапсырмаларды жүктеп алдық. Олимпиадаға дайынбыз ба? Иә. Ендеше жұмыс. Саламатсыздар ма балалар? Отыра алыңдар. Құрметті оқушылар, бізде бүгін мектепішілік дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының мектепішілік олимпиадасы өткелі жатыр. Және 1 және 15 тапсырмалы арасында 1 ұпай беріледі. Ал 16 және 25 тапсырмалар арасында 2 ұпай беріледі. Және де соңғы бізде 26 және 30 тапсырмалар арасында 3 ұпай беріледі. Осының ұпайына зер салып анықтап қарап аламыз. Қазір мен бәріне осыны таратып шығамын. Онан кейін бізде жауап парақшасы бар. Осы жауап парақшасына белгілейміз. Қалай белгілейміз, балалар? Бірінші мектептің атауы, оқушының аты, жөні, сыныбы және пәні. Бізде қазір математика пәнін жазамыз. Егер мына жақта сіздер бірдің асы дұрыс дейтін болсаңыздар, тек қана аны бояймыз. Білесіңдер, бұрында мектептен тапсырып жүрсіңдер. Сыртына шығарып алмаймыз, карандашпен сол дұрыс деп тапқан жауаптарымызды ғана белгілейміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Ендеше сәттілік. Шерхан ағай, жауап парақтарын тарата берсеңіз оқушыларға үлгереді. Кезекші бізде Шерхан ағай болады. Оны бастан аяқ. Ешқандай артық дүниелер пайдаланбаймыз. Оқулық, кітап, телефон деген сияқты нәрселерді пайдаланбаймыз. Өзімізге қажетті есеп шығаратын осындай парақтарымыз болса жеткілікті. 30 сұрақ беріледі. 30 сұрақтың 15 сұрағы бір дұрыс варианты бар, жауаптары бар. 5 сұрағынан біреуісі ғана дұрысты. Ал енді 16 сұрақтан бастап 2 дұрыс жауап бар тест сұрақ берілген. Бұл жерде 16 мысалға сұрақ беріледі, осының ішінде екеуі дұрыс вариант болып келеді. Немесе біреуі болып келуі де мүмкін. Осындай ерекшелігі бар. Содан кейін 30 сұрақтың 15-нен ары қарай мәтіндік берілген сұрақтар. Оны жөндеп түсініп, сұрақты дұрыс түсініп барып оған кейін берілу керек. Түсініңіздер ғой. Қазір барлығына жауап таратып беріледі. Мынау менің таратып берген пән жаратылыстану пәні. Бесінші және 6 сынып оқушылары үшін республикалық олимпиаданың мектепішілік кезеңі өткізілді. Міне біз оқушылардың, олимпиадаға қатысушы оқушылардың жұмыстарын тексеру үстіндеміз. Ағылшын тілі, орыс тілі, математика. Жаратылыстану, тарих, қазақ тілі.